Агенттігінің командасы бақ қызметкерлері арасында өткен республикалық спартакиадада жеңімпаз атанды. Белгілі қаламгер спорт журналисі Сейдахмет Бердіқұловты еске алуға арналған сайыс биыл Оралда өтті. Жарысқа агенттік атынан Орал мен Петропавлдағы әріптестеріміз қатысты. Олар волейбол, шағын футбол және баскетбол, шахмат, үстел теннисі, жүзу, қол күресі, жеңіл атлетика және кір тасын көтеруден жүлделі орындарды еншіледі. Тартысы өткен сында әріптестеріміз команда қоржынына 3 алтын, 3 күміс медаль салды. Осылайша 187 ұпай жинап, хабарлықтар жалпы командалық есептен жеңімпаз атанды. Жүлделі 2 және 3 орындарды Қазақстан Орал телеарнасы мен Батыс Қазақстан облысының командалары иеленді. Байрақты бәсекеге Алматы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Ақтөбе, Атырау облыстары мен бірқатар телеарна және баспасөз ұжымдары қатысты. Бұл жарысқа тек қана жеңеміз деген ниетпен, сондай мақсатпен келдік. Қыз-жігіттердің жігерінің арқасында, ұжымның ұйымшылдығының арқасында, жеңіске деген құлшыныстың арқасында жеңіске жетіп отырмыз. Бұл командалық ойын. Бұл жерде хабар агенттігі тағы да өзінің ұйымшыл ұйым екенін тағы да дәлелдеп отыр. Және де бұл жеңісімізді хабар агенттігінің 20 жылдығына арнаймыз. Біз ойлаймыз, келесі ойындарды Сейдахмет Бердіқұловтың туған жері Алматы облысында өткізсек па деген ойымыз бар, ұсынысымыз бар. Ойынның келесі спартакиадада біз енді спорттық командалық ойын түрлерін көп алатын шығармыз. Себебі бұқаралық спорт ол өзіне командалық спорт деп табылады. Мына ауа райының қолайсыздығына қарамай келген журналистерге үлкен рахмет. Әсіресе хабар агенттігі 24 KZ агент каналына, Қазақстан ұлттық телеарнасының ұжымына, облыстан келген барлық журналистерге үлкен рахмет.